бізге керек заттар мынандай екі застежка керек болады бауға. Одан кейін осындай стропа керек болады. Стропа дейді бау. Екеуі 60 сантиметрден екеуі керек болады. Және де 17 сантиметрден осындай үшеуі керек болады. 17 сантиметр. Одан кейін так, қалтасына осындай 15-20 сантиметрден екеуі керек болады. Екі контрастный цвет мата. Сосын андай клапанға так, жазбаппын, қазір айтып жіберем. Значит, жазып қоямын, экранда жазылып тұрады. Осындай қалтасы клапан керек. Осыған вышивка жасасаңыз да болады, ДТФ пен наклейка жасасаңыз да болады, немесе өздеріңіз құрақпен жасасаңыз болады, дайын ою жаптырсаңыз болады. Аппликация өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Осы жерін өздеріңіз қақпағы ғой, клапан беті әсемдесеңіздер болады. Так, мынау табаны 25-12, жан бөлігіне екі осындай бөлік керек. 12-18. Мен мына жерде мебельный мата алдым. Ішінде бұның тонкий поролоны өзі сырылып тігілген, формасын жақсы ұстайды. Мына жердегі клапандары мен жандары бұлар эко-кожа. Мебельный эко-кожа, машинаның сосын мебель тігуге сондай пайдаланады. Так, мынау основной негізгі бөлігіне 20-22 осындай бөлік керек. Мына жерін любой дөңгелек затпен дөңгелектеп сызып қиып аласыздар. Мен дайындап алдым уже. Сосын дәл осындай размерде, 20-22 размерде осындай екі астарына екі бөлік керек, және де бір ұзын осындай бөлік керек. Такой размерде қазір контесте шығады. Мата мына жерде тоже андай су сіңірмейтін, тоже мебельный магазиннен сатып алдым. Су сіңірмейтін мата, андай плащевка ма, брезенттің жұқа түрі ма, в общем, сондай. Осы астарлыққа осыны пайдаланамын. Себебі кір болған кезде сүртіп алуға оңай, жуылғанда оңай. Пятна сіңірмейтін, қаншақамен балдардың бір жағы болмасын. Ал кеттік, енді тігеміз. Эко-кожаның үстіне тігетін жерге крем жағып алсақ, лапкамен тез жүретін болады, шиырмай тігетін болады. Немесе осындай тефлоновый лапкаңыз болса, сондай тефлоновый лапкамен пайдалансаңыздар да болады. Мен крем жағамын. Екі жағын қалтасында тігіп аламыз. Осы жерде қалтаның астыңғы бөлігіне 1 сантиметрді, табан жақ бөлігінен 1 сантиметрді белгілеп аламыз да оны қиып тастаймыз. Қиып тастаңыздар да болады. Мен мына жерде тігіп, сосын тігістің жанынан қидым. Себебі ана екі қабатталып тұрған эко-кожа тігіс кезінде, тігіс барысында қозғалып кедергі келтірмес үшін. Негізі былай қиып тастасаңыздар да болады. Тікпей қиып тастасаңыздар да болады, жаңа тігістің ізімен. Бұл артық 1 сантиметр бізге қалтаның кеңдігін беру үшін керек. Қалтаға қолды былай алып салып оңай салу үшін керек болады. Осылай тіреуіштермен бірінші қадап аламыз, сосын табан бөлігін осылай тігеміз. Және де қалтаның екі жанын осылай біріктіріп тігеміз. Сонда ортасында қалтасы кең болып тұр керек ана жер. Енді 25-12 деталімізді алып, табанын біріктіріп тігетін боламыз. Екі жанын табанына қосатын боламыз. Алып, ортасынан кнопкамызды сразу ушіге салып аламыз осы моментте. Дәл центрінен
ортасынан 2 сантиметр алып, ортасына 2 сантиметр қалдырып, дәл центріне осылай 17 сантиметрлік стропаны қыстырамыз. Сосын бекітеміз. Сосын екі жағына осылай 2-60 сантиметрлік белдігімізді осылай бекітіп тігіп аламыз. Енді арқасын жан бөліктермен қазір қосатын боламыз. Центрін дәлдеп қойып түйреп аламыз да, осы міне ортасында центрден бастап жан бөліктерін қосатын боламыз. Осы ортасынан бастап қосыңыздар, себебі бір жанынан бастап қоссаңыздар баланс болмай қалуы мүмкін, бір жағынан артық қисайып кетуі мүмкін. Кішкене екі жеріне жетпей қалуы мүмкін, ол дұрыс болмайды. Бірақ тура осы лекала бойынша кесіп алсаңыздар, осы өлшемдер бойынша негізі тура шығады. Бұрыштарын осылай жұқаратып қиып тастаймыз артық матасын, және де кішкене насечка беретін боламыз. Формасын жақсы ұстау үшін бұрыштары. Астар бөліктерінде осылай қосып аламыз. Центрлерін бірінші табамыз. Табаның бір центрлерін табамыз да, центрлермен қосып түзу қылып тігіп шығамыз. Енді беткі клапан тігетін боламыз. Ол үшін екі жағын бір-біріне беттестіріп осылай қойып аламыз да, тігіп шығамыз. Не правда.
ет. Басақ кеті ғой. Ne diyorsun? Tamam, o sana. Міне біз болып қалдық. Енді астарын жалғап тігетін боламыз. Астарын қосып тігетін боламыз. Ең соңғы тігіс осы. Астарын тігу басқа жолмен тіксеңіздер болады. Ол үшін табанынан кішкене орын қалдырып айналдыруға осы жерін астармен лицом к лицу рюкзак екеуін қосып тігіп, сосын астындағы донышкасын қалдырған тесік арқылы айналдырып алсаңыздар болады. Мен айналдырған жоқпын, себебі эко-кожаның ондай мыж-мыж болып қалады, формасы өзгеріп кетпес үшін. Осылай 1 сантиметрден екі жағынан қайырып отырып, бірінші бекітіп алдым да, сосын үстінен бір строчка жүргіздім, тігіп шықтым. Осы жерде енді рюкзактың аузына осы 2 сантиметр қалдырып тігіс береміз да, ішінен резинка жүргізетін боламыз. Резинка бізге рюкзактың аузын жинап тұру үшін, және де бүйтіп томпитып форма беріп тұру үшін керек. Ішінде заттар төгіліп қалмас үшін керек. Осындай жинаққа әдемі рюкзак болып шықты. Мен ішіне мына жерде уже резинка салып қойдым. Сіздер де тігіп көріңіздер. Тамашалағандарыңыз